Шал мен теңіз. Алып балықтың бас жағы қайыққа таңулы тұрады, ал жартысынан көбін акулалар шабуыл жасап жеп кетеді. Қалғанының өзі 800 фунт салмақ тартады. Шал повесте суреттелгендей, Гольфстримде кішкентай қайықта акулалардан багор, карпун, ескекпен күні-түні қорғанады. Құтқарушылар оны тауып алғанда балықтан айырылып, қалғанына өкініп балаша жылайды. Дегенмен, жазушы шығармашылығын зерттеушілер Сантьягоның прототипі. 30 жыл бойы Хемингуэйдің капитаны болған Грегори Фуэнтес деген болжам айтады. Грегори Фуэнтес өзі басқарған Пилар кемесін Куба үкіметіне сыйға тартады. Кеме қазір жазушы тұрған үйдің маңында тұр. Сантьягоның прототипі жазушының өз атасы да болуы мүмкін. Себебі атасы оған аңшылықтың қыр-сырын әбден үйреткен болатын. Атасы ол үшін ержүрек, қайратты, нағыз ер азаматқа лайықты тұлға еді. 1952 жылы повест басылғаннан кейін сұхбатында Хемингуэй оқиға кейіпкерлері тұратын деревняның әрбір тұрғын бейнелейтін үлкен шығарма жазуға да болатын. Алайда, мұны басқа қаламгерлер жазып тастағандықтан, тек шал мен бала туралы қалам тартқандығын айтады. Бұл романның жазушысы Эрнест Хемингуэй жұрттың алдына шығып сөйлеуді және қолтаңба беруді ұнатпаған екен. Бір оқырман сүйікті жазушысының қолтаңба алу үшін соңында 3 ай жүріпті. Эрнест Хемингуэйдің «Шал мен теңіз» повесі 1952 жыл жазылған. Повестің басы кейіпкерлері балықшы мен бала. Шал балық аулаудың қыр-сырын әбден меңгергенімен соңғы кездері жолы бола бермейді. 84 күн бойы бірде-бір балықсыз оралады. Дегенмен, бала осы кәсіпті тек судан үйренгісі келеді, әрі оған жаны ашиды. Балықтан келген сайын алдынан шығып жәрдемдеседі. Оның кәрі жүзіне аянышпен қарайды. Қарттың қайығының үстіне шиыршықталып жататын өн бойына кенеп жамау жапсырылған қырық-құрақ желкен, бейне тас талқанына шыққан жасақтың құлаған туы сияқтанып иістейтін көзге. Бала 5 жасынан шалмен бірге балыққа шыққандықтан оған бауыр басып кеткен еді. Онымен әңгімелесіп, арасында кофе, сыра береді. Жалпы повесте үнемі жазушы баланың қамқорлығын көрсетіп отырады. Ал тамақтаналық, жуынып алуымда керек еді-ау, қайда барып жуынбақсық, деп ойлайды бала. Құдық бұл арадан 2 квартал жырақ жерде. Қарияға су әзірлеп, сабын мен жақсы орамалға дайындап қоюым керек екен. Ертерек неге ойламадым бұны? Бұған жаңа көйлек те, қыстық күрек те керек. Аяғына бір аяқ киім және үстіне жамылатын бір көрпе керек екен. Бала дүние жүзіндегі ең жақсы адамды да шал деп есептейді. Ал дүние жүзіне ең жақсы балықшы сенсің, дейді бала шалға. Жоға, менен де асқан балықшылар бар, көбімен жолдас болғанмын депті шал сол кезде. Ой, тәйір-ай, дейді бала. Дүниеде жақсы кісілер сондай тамаша балықшылар аз емес шығар, бірақ сендей адам еш жерде жоқ. Бала ертеңгісін тұрып, шалды балық аулауға шығарып салады. Жазушы шалдың балық аңдыған сәттін оның балықшыларға тән ырым-тыйымдарын сақтауын, нанымды сипаттау арқылы өзінің де кәнігі балықшы екенін білдіреді. Жападан жалғыз теңізде балық аулаған адамның қандай күйде болатынын қаламгер шебер суреттейді. Шал үнемі қасында серік болатын баланы аңсайды, өйткені бала болса да оған әжептәуір демеу еді. Шал өмір-бақи теңізде балық аулаумен айналысқан, сондықтан ауа райында болжай білетін. Дауыл боларда оның аспандағы белгілерін теңізде жүрген кісі бірнеше күн бұрын-ақ көруіне болады. Ал бұл белгілерді құрлықтағы адамдар көре алмайды, деп ойлайды шал. Өйткені олар не нәрсеге көз тоқтатып қарау керектігін білмейді, және де құрлықта тұрып қараған кезде аспандағы бұлттың түрі мүлдем басқаша болып көрінеді. Қазір бұл уақытта дауыл соға қоймайды. Бұл күні қармағы қайығынан 2 есе үлкен балықты қабады. Шал жалғыз болғандықтан әр нәрсені ойлап, қиялы әр саққа жүгіреді. Қолы сіресіп, ұйып қалғанда немесе ашып ауырғанда өзін-өзі қайраумен болады.
жазушы осындай детальдар арқылы оқиғаны шынайы суреттеп, оқырманды үйіріп әкетіп, оқиға додасына салып жібереді. Ишара астарлау тәсілімен бір сөзбен бірнеше мазмұнды береді. Кішкентай тозығы жеткен ескі қайық мінген шалға жолшыбай судағы ең қауіпті жыртқыш акула сан мәрте жолығады, кейде тіпті үйірімен де шабуыл жасайды. Бірақ ол қобалжымай, үрейге берілмей, ақыл-есін күшін жинап, қолындағы бар қаруы таусылғанша қорғанады. Ол адам күйреу үшін жаралмаған, адамды құртуға болар, ал жеңуге болмайды дейді. Расында да 3 тәуліктен соң ұстаған балығы акулаларға жем болса да шал аман-есен үйіне оралады. Оның ештеңесіз, құр-қол келгеніне қарамастан 3 күн ашық теңізде акулалармен шайқасып аман-есен оралуы үлкен жеңіс еді. Бала бұдан былай балықшы кәсібінің бүге-шігесін толық меңгеру үшін тек шалмен бірге шығуға бел байлайды. Бұл шалдың үмітін, құлшынысын оятып, ол да балаға бар білген үйретуге келісім береді. Шал батыл, күрескер, рухани жағынан күшті, өмір майданында шыныққан адам. Шал образ арқылы жазушы оқырманға қиындыққа мойымай, күресіп, оны жеңе білу керек деген ой тастайды. Шал мен баланы жазушы бекер алмаған. Бала болашақтың, шал өткеннің символы. Бір-бірін толықтырып бірлесе отырып ғұмыр кешеді. Повесте шалдың аты Сантьяго, ал баланың аты Манолин деп айтылмайды. Бұл да қаламгердің өзіндік тәсілі. Өмір алмасып жалғаса береді, ескінің орнын жаңа басады. Сондықтан Эрнест Хемингуейдің бұл шығармасы тәмсіл әңгімеге көбірек ұқсайды. Шал теңізде жүргенде құстармен, өз аулаған балықпен сөйлеседі, ұстағанына кешірім сұрайды. Шалдың осындай ойлары арқылы жазушы адамдардың табиғатпен үйлесімде өмір сүре алатынын астарлап жеткізеді. Табиғаттан керегіңді ғана мөлшермен ал, босқа құртпа дегенді саяды. Қазір антропогендік факторлар өршіп тұрған кезде бұл идея повест құндылығын өзектендіре түседі. Повесттің тағы бір ерекшелігі жазушының шығарманы аяқтамай, оны оқырман еншісіне қалдыруы.